Лаура, сіздерде смайлик бар, иә? Сол смайликті сіздердің көңілгеріңіз қалай? Мынандай. Қайсы көңілге, соны көрсетсек. Қайсы көтерек, жоғары қарай көтерек. Ой, жарайсыңдар. Жақсы екен, иә? Көңілгелеріңіз жақсы екен. Ешқашанда көңілсіз болмаңыздар. Енді біз қандай тарау өтіп жатырмыз? Қандай тарау өтіп жатырмыз? Тұра қойыңыз, Жанбек. Квадраттық функция. Отыра қойыңыз. Графигі не? Сымбат? Доғаны не деп атаймыз? Квадраттық функцияның графигі не? Аты не? Парабол. Енді сіздерге не үшін смайлик бердім? Иә? Екі смайликке қарап сол жерден табыңыздаршы, сол парабола бар ма екен? Көрсетіңіздерші сол парабола. Қайсысы парабола? Тармағы қалай қарақ екен сіздердің таңдаған? Қайсысы парабола? Кім көрсетеді? Жақсы, тұра қойыңыз, көрсетіңізші. Қайсысы тармағы қалай қараған екен? Жоғары қараған. Осындай үнемі жоғары қараған парабола көңілгеймен жүре беріңіздер. Тұра қойыңыз. Төмен, тармағы қалай қараған екен? Төмен қараған. Сабақтың аяғына дейін тармағы жоғары қараған парабола көңілгеймен жүре берейік балалар. Қандай тақырып өтіп жатырмыз біз? Тұра қойыңыз, Аружан. Квадраттық функция. Тең AX қосу M квадрат функциясының графигі жасалды. Кім толықтырады? Кішкене дұрыс емес айтып тұр. Қалай еді? Y-тен AX квадрат қосу N. Солай ма? Y-тен AX квадрат A көбейтілген X минус M-нің квадраты. Y-тен A көбейтілген X минус M-нің квадраты қосу N түріндегі квадраттық функциялардың графигін не істеп жатырмыз? Салып және оның қасиеттерін атап жатсыздар, отыра қойыңыздар. Қасиеттеріне міне мыналар жатады. Ес жатады. Оқып жіберейік, Бағжан. Қасиеттерін оқып жіберейік. Бірінші параболаның тармағы, екіншісі көмесінің координатасы, үшіншісі симметрия болысы, төртіншісі кесте, бесіншісі анықтау облысы, алтыншысы мәрдер облысы, жетіншісі өсу аралығы, сегізінші кему аралығы, тоғызыншысы функцияның ең үлкен ең кіші мәні. Жақсы. Міне, яғни біз графигін саламыз бүгін сабақта, және осы қасиеттерді не істейтін боламыз? Атайтын боламыз. Енді суреттен параболаны табыңдар. Суреттен не көріп тұрсыз? Азаттық Аружан, суреттен не көріп тұрсыз? Не көріп тұрсыз? Мынау не? Садыраула. Мынау не? Жапырақ. Гүл. Алма. Осы жерден алғыс келіп маған парабола міне мына жерде көрініп тұр деп көрсетіп шығамыз. Көрсет, сызыңыз. Тармақ қалай қараған? Алғыс? Жоғары. Жақсы отырған. Лаура? Саңырау қалақта бар ма тағда? Тармақ қалай қараған, Лаура? Төмен. Лаура жауап береді. Кеңіз. Мына гүлден табыңыз. Тармақ қалай қараған екен? Жоғары. Кім жауап береді? Бәтір жауап береді. Ары қарай. Алмұрттарын аласыз ба, жарқын? Кеңіз. Тармақ қалай қараған? Жоғары. Жоғары. Отыра қойыңыз. Келесі, Сымбат. Осы алмұрттан табыңыз. Тармағы төмен қараған парабола. Отыра қойыңыз. Келіңіз, Мұрат жарқын. Тармақ қалай қараған парабола? Жоғары. Жоғары қараған. Отыра қойыңыз. Мұны айтпас бағымыр. Не қалды сізге? Не қалды сізде? Дұрыс табып тұр ма?
Қай жерде? Қараңыз. Мұқият қараңызшы. Иә. Тағы да? Яғни, парабола тармағы қалай қараған? Жоғары қараған. Күлмейміз балалар. Болады ғой. Қателеспесек, ештеңені үйренбейміз, иә? Қателесудің арқасында үйренеміз. Сондықтан күлмейміз балалар. Сонымен біздің жаңағы өсімдіктерде де парабола бар екен. Енді уақыт болатса сабақтың аяғында тағы да парабола бар нәрселерді көресіздер. Түсініп ма? Көтеріп жатсақ. Сабағымыздың тақырыбы квадраттық функция. Мақсатымыз y-тен x пен m-нің айырмасының квадраты көбейтілген a, y-тен ax квадрат қосу n, және y-тен x пен m-нің айырмасының квадраты көбейтілген a қосу n. Мұндағы а тең емес нөл түріндегі квадраттық функциялардың қасиеттерін білу және графиктерін салу. Түсінікті ма сабақ мақсаты? Жақсы. Келесі сұрақтардың кезеңі. Сұрақты қағып ал дейді. Бірінші сұраққа мән беріп кішкене көз жүгіртіп алыңыздар. Алғаныңызда көмектер тұр ғой, сол бір-бірден алып қойыңыздар. Шығып белгілейін. Бірінші сұрақ, дайыныз бар. Әзмер лақтырғанда естерін шығып кетсін. y-тен 2x квадрат функциясының графигін пайдаланып, y-тен 2x квадрат плюс 1 функциясының графигін қалай саламыз? Айша? Қос бойымен жоғары. Қанша бөлікке? Бір. Жақсы айтамыз. Бір бал өзіңіз. Топ қойыңыз. Келесі, y-тен 2x квадрат функциясының графигін пайдаланып, y-тен x плюс 1-дің квадраты көбейтілген 2 функциясының графигін қалай саламыз? Ағырды. Жақсы сұрағыңыз. Y-тен 2x квадрат функциясының графигін бір-бірлікке соған өте жақсы. Бір балдан. Келесі сұрақ. Y-тен 2x квадрат функциясының графигін пайдаланып, y-тен 2 көбейтілген x минус 1-дің квадраты қосу 3 функциясының графигін қалай саламыз? Кімге жүрегім қалап тұр екен осы сұрақта? Ақнап? Y-тен 2x квадрат функциясының графигін Не істейсіз? Қай өспен шыштасыз? Қай өспен? X па? Кім толықтырады сұрақты? Айта қойыңыз. бір бірлікке оңға қарай жылыстамызда, 3 бірлікке төбеге қарай жылыстамыз. Жоғары қарай көтереміз. Қай өсіп бойымен? Y өсімен. Бір бал өсіміз. Жақсы, бұл біздің жаңағы теориялық материалымыз, қайталап өткен. Келесі жұмыс, балалар, жеке жұмыс, алдарыңызда парақтыр, мынандай парақтыр. Осыны ашамыз, жеке жұмыс, толтырамыз. Толтыруға 5-4 минут берді. Түсінасыздар ма? Содан кейін жауап береміз. Тақтаға шығамыз, береміз. Бәрі толық орындаса, 3 бал аламыз. Парабола тармақтардың бағытын анықтайды, парабола төбесінің координатасын анықтайды, симметрия түзуін анықтайды. Яғни қасиетін анықтап шығамыз. Сымбат болдыңыз ба? Жақсы келе алмайсыз тақтаға? Тақтаға келе алмайсыз. Көрсетіңіз. Қандай функция берілді сізге? Y-тен минус 8x квадрат азайту 36. Төбесі 0-де минус 36, тармағы төмен, симметриялық теңдеу x тең 0. Өте жақсы, 3 бал өзіңізге ала қойыңыз. Жетте қарай болып қойыңыз, орындалыңыз. Тағы кім болды? Лаура. Төбесі 0-де тармағы жоғары, симметрия теңдеу x тең 0. Жақсы, 3 бал сізге. Келесі, Нұржан.
төбесі 0-дан 0-ға, тармағы жоғарғы алған, симметрия теңдеуі x-тен 0-ға. X-тен 0. Жақсы отыра ғой. Келесі. Бал алып отырамыз, өзіміз. Төбесі -4-3, тармағы жоғары қараған x-тен -4. X-тен -4 өте жақсы. Келесі. Көрсет абай. Көрсетіп сөйлем. Төбесі 2-5, симметриялық тармағы төменге, симметриялық теңдеуі x-тен 2. Жақсы. Келесі. Құрманжан жақын. Төбесі 0-ден 0, тармағы төмен қараған, симметриясы x-тен 0. 0-ден 0. Жақсы. Келесі оқушы кім дайын болды? Не деді? Төбесі 1-ден -4. Көрсет ағаш кератың. Төбесі 1-ден -4, тармағы жоғары қарайған, симметрия теңдеуі x-тен -4. Дұрыс айттың ма? Әкел аға. Қараңызға. Берілген, е? Төбесі дейді 1-ден -4. Дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс. Тармағы жоғары. Дұрыс. Симметрия теңдеуі x-тен -4 дейді. Дұрыс па? 0 бола ма? X-тен 1 болады. Өйткені мына жерде бізде m 1-ге тең. Кіші болып тұр ма? 2 балл сізге не деп? Ерасыл, әкел ағаңыз маған бері қалыңыз. Сөйле ғой. Төбесі. 3-тен -4, аха. Тармағы. X-тен 3. Дұрыс па? Жақсы, Ерасылға 3 балл. Отыра ғой. Тағы кім сөйлейді? Бүлден айт. Көрсет маған, көрсетпе, сол сөйлеген адам. Төбесі 9-3, тармағы төмен қараған, симметриялық теңдеу x-тен -9. Өте жақсы, 3 балл сізге. Тағы кім айтады? Көрсет ағай маған. Төбесі 0-ден 0, тармағы төмен қараған, симметрия теңдеуі x-тен 0. Жақсы, отыра ғой. Келесі, Азатты Саружан. Тездеп сөйлеп жіберейік. Тармағы төмен қараған, симметрия теңдеуі x-тен 0. Келесі тапсырма жұптық жұмыс болды. Жұптық жұмыс алдарыңызда. Тапсырмалар тұр. Және сіздерге арнайы жеңіл болсын деп, бұндай шарт дайындалып берді. Осыға график естістер сағылсын. График? Орындауға 10 мен жалпы тапсырма орындап төле. Қорғауға 5 минут кетеді. Ал мен қасиеттерін зерттейсіздер. Tamam, 100 puan жоғары адам бар. Біріне алып. Тармағы Жоқ. Жоқ. Y тең. Y тең.
Бір-бірден ғана шығайық, иә? Минус x квадрат, минус 3 тармағы төмен, бағыты төмен, төбесінің координаталары 0-ден минус 3-ке дейін, симметрия осы x-тен 0, қосымша мән кестесі x минус 2, минус 3, минус 4, y 1, 6, 1. Анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін, мәндер облысы 6-тан минус шексіздікке дейін, өсу аралығы 6-тан минус шексіздікке дейін, кему аралығы минус шексіздіктен 6-ға дейін. Ең үлкен мәні, ең кіші мәні, y-тен 6. Жақсы, енді мен кері байланысып берейін. Отыра аламыз. Қазір қарап тұрмыз, Жанбек. Тармағы төмен қарағаны дұрыс. Дұрыс деген санап отырмыздар. Төбесінің координатасы дұрыс. Алайда мында суретте сол төбесінің координатасын көрсетпепсіз, Жанбек. Шие сасқалақтамаймыз. 0-ден минус 3 нүктесіне апарасыз. 0-ден минус 3 нүктесі мына жерде. Түсініксіз ба, Жанбек? Симметрия осын дұрыс жазғасыз. Кестелеріңіз дұрыс емес. Анықталу облысы дұрыс. Мәндер облысы сіздің мына парабола төбесін дұрыс қойғаныңызға байланысты болған. Солай ма? Өсу аралығы да соған байланысты болған. Кему аралығы да соған байланысты болған. Ең үлкен мәні бізде жерде тармағы төмен қарап тұрса, ең үлкен мәні қанша болады сонда? Минус 3 болады. Сонымен қанша балл Ерасыл екеумізге? Қанша? 1, 2, 3, 4. 4 балл. Келесі, екінші жоғары төбесінің координатасы 2-2, симметрия осы x-тен 2, қосымша мән кестесі 1-5, 2-2, 3-5, анықтау облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін, мәндер облысы 2-ден плюс шексіздікке дейін, өсу аралығы 2-ден плюс шексіздікке дейін, кему аралығы минус шексіздіктен 2-ге дейін, ең үлкен, ең кіші мәні 2. Ең кіші мәні? Қазір кері бар сөйлейін. Тармағы жоғары қараған дұрыс. Екі барлап қарап отырмыздар. Тармағы жоғары қараған дұрыс. Төбесінің координатасы m мына жерде минус 2 болса, ол плюс 2 болады. n өз орында сақталады. Сонда 2-де 2 төбесінің координатасы. Симметрия ос x-тен 2. Мына x қанша болады төбесінің координатасында? Симметрия ос x-тен 2 болады. Онан кейін симметрия теңдеуде 2-ні ортасына қойып, оң жақ сол жағымен кестені дұрыс қойып отыр, қосымша мәндерді. Дұрыс. Тек мына жерде 2-ні не істеу керек еді? Тік жақшаға алу керек. Соны ескересіздер. Оны жарайды, қоспай ақ қойып. Сонда санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 бал десек болады. Түсінді ма? Отыралым. Кейбіреулер қосылып кетеді. Келесі үшінші топ. Жоғары қараған төбесінің координаталары 2-де 2, симметрия осы x-тен 2, қосымша мән кестесі 1-де 5, 2-де 2, 3-де 5, анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін, мәндер облысы 2-ден плюс шексіздікке дейін, өсу аралығы 2-ден плюс шексіздікке дейін, кему аралығы минус шексіздіктен 2-ге дейін, кіші мәні 2, үлкен мәні жоқ. Барлығы дұрыс, е? 5 бал сіздерге отырамыз. Тек оған бағытты, жармағы дұрыс дегендер өздеріңізге бағып қойыңыздар. Мысалы, ол жерде қасиеттер дұрыс болуы мүмкін ғой сіздерде, е? Түсінді ма? Жақсы, балдарыңызды өз алдарыңызға қойып қойыңыздар. Енді бері қарай назар аударайық. Мына жерде көріне бастайды сіздерді. Мынау біз мына жерде қазір 3 топқа бөлінеміз. Бірінші қатар, бірінші топ, екінші қатар, екінші топ, үшінші қатар, үшінші топ. Енді ардында біз формула беріліп, формула арқылы қасиетін анықтасақ, енді сіздерге график беріледі де, соның қасиетін естіңіздер, анықтайсыздар. Мысалға, бұлай кете береді. Түсінесіздер ма? Аяқ жағынан бастайық. Аяқ жағынан бастайық. Түсінесіздер ма? Мысалға, аяқ жағынан бастаса, ақ жол келеді де, келесі графиктің несін жазады, қармағын жазады. Жоғары ма, төмен ба, түсінді ма? Сөйтіп білесеріз. Ол адам келсе, эстафетаны гүлден айға береді. Сіз аялаға бересіз.
сол сияқты. Түсінді ма? Жақсы, бастайық. Ана, кезек. Мынаны сіз қарайсыз. Бірінші топ кім? Сіз білесіздер ғой. Кезек. Екінші топ сіздің графигіңіз. Үшінші топ сіздің графигіңіз. Тармағы жоғары ма төмен бақ қарайсыздар. Содан кейін маркерді алып аласыздар, жүгіріп қасыңыздағыларға барасыздар. Түсінікті ма? Тармағы отыра қойыңыз. Ой, оны кәріптерді түзетіп, басқасы. Түзетіп те басқасы. Ал кетесіздерді келесіздер. Түсінікті ма? Апарып бер адам. Ne? İlk sorusu. Dürüst şartına aramızda. Yer asılda tapsın. Yer asıl düzelt alsa. Düzelt bizi kelesiye koşsun. Düzeltle kelesin caz. Әндер анықталу олғысы. Симметрия теңдеу. Дұрыс па? Қазір түзететін адам табылады шығар. Келесі, берші. Мәндер олғыз, егітке қарайсыз, мәндер олғыз. Неден бастап? Мәндер олғыз, егіт неден бастап? Нөлден бастап тұрма егірік. Егірік қал. Жаз егірік. Келесі. Мына жақ не болып атыр? Тездетпей. Кезекті. Киімі орал. Графикке қара. Екіден күшек деймін. Өсетін. Жылдамдық жағынан, ауызбірлік жағынан үшінші топ мықтырақ болып тұр. Иә? Ал енді қателер бар, қазір айтып шығамын. Болды. Отыра қойыңыздар. Уақыт. Жақсы тексеріп шығайық. Пара баланың тармағы дұрыс. Мына макекі дұрыс. X-тен 1 мына дұрыс. Минус X пен плюс X жай жақшаға алынады. Шексіздіктер әр уақытта жай жақшаға алынады. Келесі. Несі мынау? 2 деген не? Мәндер облысы деген сөз мынау Y. Қараңыздар. Параболаның төбесінің Y координатасы қаншаға тең? 2-ге тең. 2-ден жоғары қарай. 2-ден плюс X-ге шейін. Түсініп тұрсыздар ма? Иә? Содан кейін өсу аралығы. Енді осы мына жерде өсу аралығына қарасаңыздар, балалар X-ге қарайсыздар. Y-ге қарайсыздар. Қарамайсыздар, X-ге қарайсыздар. 1-ден неге шейін?
плюс x. Кейін аралығы минус x-тен неге шейін? 1-ге шейін. Ең кіші мәні, y-тің мәні қарайсыздар. Ең кіші мәні қайсыда? Тармағы жоғары қарағандықтан бізде ең кіші мәні болады. Жайма? Функция деген сөз, y деген сөз. Ең кіші мәні қанша болып тұр сонда бізде? 2. Қалған мына мәндердің бәрі 2-ден жоғары. Түсіндіңдер ме? Сонымен біреу, екеу, төртеу. 4 балл сіздерде. Топқа. Қол шапалаққа. Келесі параболаның тармағы жоғары, төбесінің координатасы. Төбесінің координатасы. Қараңыздар. 1-де 6. Қате, е? X-тен 1 түзу, дұрыс. Минус x-те плюс x деген дұрыс. Мына жерде мәндер облысы. Мен дұрыс. Өсу аралығына қараған кезде неге қарайсыздар дедім? Мына x-ге қарайсыздар дедім. Түсініп отырсыздар ма? Мына топта x-тен 0 деген дұрыс емес. Мына минус x-тен плюс x деген дұрыс. Ең үлкен мәні 5 деген дұрыс емес. Ең үлкен мәні мына жерде. Түсініп отырсыздар ма? Түсінікті ғой? Жақсы, енді алдарыңызда қағаз тұр. Соны жазып шығайық. Ат жерлеріңіз жазып. Неше бала алды? Неше бала? Қазір аттарын атайын, балаларыңыз айтып шығыңдаршы. Ол топтың жай бұлшыңыз. Өздеріңізге бір бала алсаңыздар. Жарайсыз. Сымбат 8 балл. Гүлденай 5 балл. Ғайша 9 балл. Алғыс 7 балл. Бағжан 6 балл. Бағжол 5 балл. Ерасыл Сарыжа қолса қалып қойып. Өте жақсы. Одан кейін бізде 8-9 бал алып отырған балалар. Орнымыздан тұрайықшы, 8-9 бал алып отырған балалар. Жақсы. Әлі де талпына беріңіздер. Жақсы. Өте жақсы. Келесі отыра қойыңыздар. 6-7 бал алып отырған балалар. Орнымыздан тұрайықшы. Жалпы жақсы, бірақ әлі де жұмыс жасауды не істейді? Қажет етесіздер. Енді бізде ең төмен балл 4 балл алып отырған балалар. Орнымыздан тұрайықшы. 4 балл. Жеткілікті сіздерге әлі де не істеу керек? Талпыну керек, жылдамдықты не істеу керек? Көбейту керек. Берсеңіздер, дәл мынау. Тұра қойыңыз. Қызықты, жұмыс қызықты болды. Анда, құнды топтық жұмыс, қиыны жеке жұмыс. Қалғандар аттарыңыз жазып, баға кие балят жинап беріңіздер. Сосын алдарыңыздағы мына көмекті салып беріңіздер.